Неге жинамай әркімге уведомление жазып беріңіздер прям. Осындай программалар бар. 5% субсидиясыз. Одан кейін гарантирование. Болмаған жағдай ғой. Шында да мықты шаруашылықтар бар шығар. Олар жарайды алып жатыр. Бірақ жағдайлары жоқ шаруашылықтар бар. Бірақ дұрыс адамдар қайтара алатын 85% үкімет беріп жатыр. Неге оны біз айтпаймыз? Неге түсіндірмейміз? Жұмыс тобын құрыңыздар да, әр ауданды аралап, әр округқа барып, әр шаруашылыққа жеткізу керек оны. Өте керемет айтылған әңгіме. Министр мырза молодец ше. Осындай видеоларға ырза болам да. Дұрыс, президент айтты, шаруашылықты көтерейік, агро саласын көтерейік, жер егу, ору, мал бағу, экспорт бәрін көтерейік деп отыр. Мына министр мырза дұрыс айтады. Әрбір шаруашылыққа жеткізу керек, түсіндіру керек, көмектесу керек. Алайда бұл ақшалардың барлығы через банк өтеді. Яғни сіздер барлық құжатты банкке тапсырасыздар, олар көреді, оценкасын жасайды, одан кейін барып осы бағдарламаға сәйкес келеді десе, ары қарай дамуға жібереді, министерствоға жібереді, анау қылады, өз тірліктерін жасай береді. Енді история айтайық. Мен де бір шаруашылықпын ғой, мал шаруашылығында жүрген. Кредитім жоқ, залогым бар, оборотым бар. Бізде осы арзан кредитті алып, кішкене оборотты көбейтейік демеймін ба? Сонымен дамуға барам. Дамудағылар айтады, я жақсы, бәрі әдемі, бірақ банк решение қабылдайды дейді. Сіз банкке барыңыздар, барлық құжатыңызды тапсырыңыздар, барлығы өздері тексереді. Болды. Сонымен мен БЦК-ға барам. Банк Центр Кредит Шымкент қаласындағы филиалына. Олар барлық тыңдайды, бақ, жақсы. Енді сіз анау залогқа қоятын недвижимостьті оценка етіңіз деп, өздерінің напрямую жұмыс істейтін оценочный компаниялар бар екен. Басқанықы болмайды, тек сол компанияға мен ғана жұмыс істейміз. Сөйтіп, Global Capital S деген оценочный компания бар. Сол жерге барады. Сол жерге барамыз. Недвижимость документтерін өткіземіз, көрсетеміз, олар келеді, тексереді, итоғы оценкасын маған шығарып береді. Жақсы шығарып береді, 250 миллиондық оценка істеп береді. Бұл осымен мен қанша алам? Құдай қаласа, даму арқылы, банк арқылы 200-250 миллион арасында аласыз. Бұл жақсы, әдем. Сонымен помогайкілер пайда болады ғой. Сол глобалда істейтін, оценочный компанияда істейтін жігіттер помогайка болып шыға келеді. Мәке дейді. 1% бересіз, миыңызды ашпай, документ бәрін өзін жүгіріп, банкке не керек, бәрін үйреніп қалдық қой, бәрін тапсырамыз. Бұл жақсы. Точно ма? Точно. Бұл. Сонымен мақылмен келісеміз да, ол документтің бәрін тапсырады. Мен бірінші ойлаймын, сырттағы адам қалай ол банкке қатысы бар деп, жоқ, қатысы бар екен. Банктың анау ДМОД дейді ғой, ДМОД деген уже решениесін шығарып береді ғой, маған протоколын көрсетеді. Сыртта жүрген, мен помогайық қой. Сізге 180 миллион одобрение шығып тұр. Хотя 200-250 арасында болады деген, болыпты мақыл 180 болса 180. Енді қашан аламыз? Тоқтай тұрыңыз. Сөйтіп, келе итого айтады ғой. Мәке, пендешілік. Банктың арғарай 100 миллионнан артық нәрселердің барлығын өзін қадағалайтын адамдары бар дейді. Мен қазір аттарын жаңылтпас, дұрыс айтпай қалсам кешіресіздер. Нұрбол, Ақжол, Нұрлан деген пирамида бар дейді. Солар арқылы өтеді. Енді алатын сумаңыздан 5% солардікі дейді. Жақсы. Одан кейін арғарай дамуға кетеді дейді. Согласование істеу үшін. Олардың алатын пайызы 2% дейді. Жақсы. Сонда бір сенікі, дамудікі 2, аналардікі 5. Не болды? 8% болды ма? Жақсы. В общем, солай болатыр. Көшедегі адам деп айтайын десем, помогайкын. ДМОДтың решениясын көрсет. Протокол, одобрение болған деп. Енді қараңыздар. 3 ай өтті ма, 4 ай өтті ма? Беретін бермегеннен кейін ба? Сойға шықпады. Негізімен отказ беріп қойған ол ақша. Жоқ, керек емес деп. Біз особо қиналып жатқан жағдайымыз жоқ. Енді халыққа, шаруаға сонша көмек беріп жатыр дегеннен кейін өзіміз көрейікші, сол шынымен беріп жатыр ма екен, бермей жатыр ма екен деп көргенім ғой енді. Ертеңгі күні маған контент болуға өте жақсы, оңай екен. Мынандай документтер тапсырасыңдар, бүйтесіздер деп алу жолын көрсетем ба десем, алу жолы пока осы болып тұр. Енді айып етпеңіздер. Ол да бір пендешілік қой.
жаңағы жігіттерді енді БЦК-да өздеріңіз тауып аласыздар ғой. Енді БЦК сізді отмечать етіп қоямын. Может быть, ол жігіттер бар шығар, может жоқ шығар. Қандай фирма, неге өтірік соғады дейтін болсаңыздар, крестьянское хозяйство болашағы зор. Көріңіздер, тексеріп, заявка қашан кеткен, неге ол одобрение әлі уақытқа шейін берілген болса, тұрып қалды тормозда. Соның бәрін бір тексеріңіздер, жаңағы помогайкадан сұраңыздар, неғып ол өйтіп сөйлеп жатқанын. В общем, солай, министр мырза, біз сізге сенеміз, уайымдамаймыз, пендешілік бар екенін түсінеміз. Сіз болайық, біз болайық, пайдалы іспен айналысып, бай қуатты болайық.